форумды өткізу негізгі мақсаты жалпы әйелдер көшбасшылығы мәселесіне назар аудару. Сонымен қатар енді осы комиссияның мүшесі ретінде бүгінгі қоғамдағы отбасылық құндылықтар, бала тәрбиесі, ұрпақ тәрбиесі, әйелдердің мүмкіндіктері, тең мүмкіндіктер туралы айтылады. Және осы жерге жиналған әр істе өзі көшбасшы болып, өзінің мүмкіндіктерін жүзеге асырып отырған азаматтар мен азаматшалар өзінің пікір алмасып, тәжірибесімен бөліседі. Негізі өзім осы азаматтық қоғам институттарынан болғандықтан мені толғандыратын және менің бөлісетін негізгі ойым жалпы бүгінгі қоғамдағы азаматтық қоғам институттарының рөлі. Қаншалықты деңгейде жұмыс атқарылып жатыр, қандай мүмкіндіктерді ұсына ала отыр. Енді осы жөнде айта келе, назар аударғым келетін дүние, әрине бүгінгі таңда азаматтық қоғам институттары мүмкіндігінше барлық жобалар аясында, бағдарламалар аясында жұмыстарын жүзеге асырып отыр. Ал оны қаншалықты азаматтық қоғам қабылдап пайдалана алып отыр. Себебі азаматтық қоғам институттарына біздің партиялар, қоғамдық бірлестіктер, жергілікті қоғамдастық сияқты болса, ал азаматтық қоғам дегеніміз ол біз, сіз бен біз әрқайсымыз. Сондықтан бар мүмкіндіктерді сіз бен біз, қарапайым азаматтар қаншалықты пайдалана алып отыр, өзін жүзеге асыруға ұсынылған мүмкіндіктерді көріп, соны игілігіне жарата алып отыр ма? Осы дүниеге назар аударғым келеді. Кәсіподақ бірлестігі төрағасының орынбасары.